Air Astana әуе компаниясы шын мәнінде жоғары сапалы қызмет көрсетеді. Оған нақты дәлелдердің бірі халықаралық Skytrax рейтингісінің жоғары көрсеткіштері. Егер біздің тұтынушыларымызда түрлі сұрақтар туындаған жағдайда біздің брондау және ақпарат орталығына хабарласудан бөлек airastana.com сайтындағы чат арқылы болмаса WhatsApp мессенджері арқылы біздің қызметкерлермен хабарласа алады. Цифрландыру мақсатында түрлі жұмыстар жүргізілуде. Осы жұмыстардың нәтижелерінің бірі help.airastana.com порталы. Бұл порталда біздің тұтынушыларымыз түрлі сұрақтарын болмаса шағымдарын қалдыра алады. help.airastana.com порталы біздің тұтынушыларға, жолаушыларға өздерінің сұрақтарына жауапты табуға мүмкіндік береді. Қазіргі күнде біз бұл порталға 400-ге тарта мақалаларды жүктеген болатынбыз. Бұл мақалалар біздің жолаушылардың барлық сұрақтарын қамтуға тырысуда. Және де әрбір мақаланың соңында сізге бұл мақала сіздің сұрағыңызды шешуге көмектесті ме, немесе көмектеспеді ме деген батырма бар. Сол арқылы біз кері байланыс алып отырамыз. Соның арқасында біз бұл мақалалардың санын, сапасын толықтырып отырамыз, өзгертіп отырамыз. Бұл әрқашанда жүріп отыратын үдеріс. Жолаушылар авиакомпаниядан бастапқы көмек алу үшін біздің сатылым кеңселерден байланыс орталығына хабарласып, онлайн чат, WhatsApp сайт арқылы өтініштерін қалдыра алады. Рейстердің кешігуі және ұшу кестесінің өзгеруіне байланысты сұрақтарға арнайы желі бөлінген. Ол басымдылығы жағынан бірінші орынға ие. Күн сайын 2,5-нан астам өтініштер түседі. Өтініштердің басым бөлігі шамасы 80% колл-центрге, ал қалған бөлігі сайт және портал арқылы түседі. Авиакомпанияның байланыс орталығы және диджитал ресурстары таңғы сағат 8-ден түнгі 12-ге жұмыс істейді. Біздің бөлім жолаушыларды қолдау бөлімі деп аталады. Негізінен біздің бөлімімізде осы жолаушылардан түскен арыздар, шағымдар немесе өтініштермен жұмыс жасаймыз. Бұл арыздардың, шағымдардың пайда болу себебі әрине біз түсінеміз, ол әуе кеңістігінде пайда болатын осы рейстердің кешігуі немесе тоқтатылуына байланысты жолаушыларда көптеген қолайсыз жағдайлар туындайды. Сондықтан біздің жолаушылар өздерінің шағымдарын тікелей авиакомпанияға біздің бөлім арқылы жолдай алады. Жолаушылар өздерінің шағымдарын help.airastana.com порталы арқылы бере алады. Бөлімде толтырған кезде жолаушылар өздерінің билеті бойынша толық ақпаратты қалдырып, қысқаша мәліметтеме жасады да, оған кейін осы тіркеу номері тағайындалады. Осы тіркеу номері бойынша біздің бөлім жұмыс жасайды. Әрине, кейбір жағдайларда жолаушыларға қайта жауап қайтару біраз уақыт алуы мүмкін. Біз жолаушылардан бұған түсінушілікпен қарауды сұраймыз. Әрбір кез келген біз қабылдайтын осы арыз шағымға біз уақытылы жауап қайтаруға тырысамыз.